Мүшел жас туралы не дейсіз? Мүшел жас біздің қазақи болмысымыздағы түркі тектес халықтардың дерлігінде бар ұлттық құндылықтарға кірген, қазақи болмысымызды реттеген, өмірімізді жүйелеген белгілі бір шақтар. Бұл шақтарда, бұл кездерде адам өмірін саралап, өткен өмірін реттеп, алдыңғы өмірге бағыт құрады. Күнде оны істеу мүмкін емес. Күн енді бұрынғы сахабалар сөйткен шығар, одан алдындағылар, одан кейінгілер сөйткен. Бізде ондай иманымыз ондай дәрежеде емес. Күнде отырып, түнде отырып, не істедім деп өз-өзімізді тергеп, біз күнде отырып тергейтін болсақ, TikTok'ты кім көреді, Instagram'ды кім көреді. Сол үшін ондай емес бізді, біз одан қалғанбыз. Біздікі мынау, сол мүшелдің өзін таппасақ жаман емес. Қойдың өзін сойған кезде 12 табақ болады. Қойды 12 мүшеге салады да 12 табаққа шығарады, бір қой. Қандай қой болса да, семіз қой болса да, спортсмен қой болса да, кішкентай табақ үлкендігіне қарай 12 табақ шығарады. Яғни 12 мүшел. Осы тура сол сияқты адамның өмірі балалық шақ, жігіттік шақ, азаматтық шақ, ел ағалық шақ, абыз шақ, содан қарияқ шақ, сол сияқты бөлінеді. Әр жас біріншісі 13 жас, одан кейін 12 жаспен қосылып отырасың. Сол жасқа кіріп өтер шағың бір мүшелдің ауытпалы кезі болады. Сол кезде ойланып, арттағы өмірді саралап, кімге қандай жақсылық жасадың, кімнен қандай қиянат өтті, кімге қандай жақсылық жасай алмадың, соны саралап, алға мемлекеттің өзінің программасы болады. Бірақ программасымен қоса, мысалы заңдылықтарымен қоса, жол картасы деген түсінік бар. Жол картасы алдыңғы орыстан қалған пятилеткаға немесе 12 жылдыққа бағыт құрады, бюджет сияқты. Мен мынаны істеймін, мынаны істеуіміз керек, мынау үшін мынаны жету керек, мынау үшін мынау мотивация құрып, соған өз-өзін жетектейді. Тура сондай шыққан мүшел деген үлкен лағатты дүние. Бұны білмегендер, дінмен алып келіп, бұны шаптап, бұндай нәрсе жоқ, қазақтықын апарып арабқа шаптап, арабтықын апарып қазаққа шаптап, бітшітін шығарып атқан сол. Білмейсің ба? Кіріспе. Сол дініңді айт, жаңағы дәретіңді айт, мұрныңды жуыңды айт, ғұсылыңды айт, бауырмашылықты айт, ағайындықты айт, үлкендерді сыйламай жатқанды айт, заң мен тәртіпті айт, есірткіні айт, айтатын вагон 4, одан қалса садақаңды айт. Бірақ елдің басын қатырудың керегі жоқ. Мына арабтың салтын алып келіп, Құранда келмеген, ол жоқ деп біз үйте беретін болсақ, онда біздің жаңағы бір туғандар үйленіп, бөлелі бір-бірімен ит рәсуамыз шығады. Сондықтан біздің қазақи болмысымызда өзіміз ұстап қалуымыз керек. Осыған мән беріңіздер. Содан кейін жаңағы радикалды уағыздарды тыңдау, радионы кукланың көзін ойып тастау керек, сурет салуға болмайды, кәпір боласың, домбыраны шайтанның бір нәрсесі деп ол кетті сотталып, қазақи анауымыз деп бол кетті. Сондықтан не боламыз? Олай дұрыс емес. Сондықтан біз дұрыс түсінуіміз керек, балаларымызға дұрыс түсінік қалыптастыруымыз керек.